Сәлем достар, бүгін сіздерге YouTube каналды монетизация қосып көрсететін боламын. Мінекей біздің жағдайда мына жерде барлық шарттар орындалды, барлығында галочка жанып тұр, 1000 подписчик 4000 сағат жиналды, және мына жақта двухэтапный аутентификация қосылды. Бұл дегеніміз сіздің YouTube каналыңызды номерге тіркеу керек болады. Яғни сіз каналыңыздағы парольді ұмытқан жағдайда немесе біреу взлом жасаған жағдайда сіздің пароліңізді білсе де, ол адам кірген кезде номеріңізге код келді, сол кодты терсеңіз кіре аласыз деген сияқты SMS келетін болады. Сол код сіздің номеріңізге кіреді. Мына жақта включить ету керек. Сол кезде подать заявку деген шығатын болады. Мінекей подать заявку деген басамыз. Достар, мына жақта подать заявку деп басқаннан кейін 3 шаг шығатын болады. Бірінші шагта барлық правиламен, яғни условия шарттарымен таныстым деп принять связь деп басасыз. Екінші шагта Google AdSense-пен тіркейтін боласыз. Мынадай жағдайда ескеру керек. Менің қазір осы браузерде Google AdSense тіркеліп тұр. Яғни мен қазір начатьты баспасам да, біріншісін начать деп бірінші шагты өткен соң, дереу менде Google AdSense выполнение деп шығатын болады. Ал егер де сіз жаңадан жіберіп жатқан болсаңыз, мына жақта сізге біріншісін өткен соң выполнение деп шығады, екіншісін өткен соң начать деп, ол жақта көк жанады. Начать дегенді басқан соң сізде мына жақта Google AdSense-пен тіркеңіз деп тұрады. Сізге мына жақта екі таңдау береді. Менде Google AdSense бар, немесе у меня нет аккаунта AdSense дейсіз. Сол кезде у меня нет аккаунта AdSense деп таңдап кірген соң, сіз жаңағы барлық AdSense-ті осы почтаңызға тіркейтін боласыз. Барлығы ана жақта түсінікті. Мен қазір бірінші шагты көрсетіп болғаннан кейін екінші шагта қалай шығатын жобамен көрсететін боламын. Себебі мен қазір Google AdSense-ке мына жақта шығатын болсам да, бәрібір мына браузерде бұрын кірген болған соң, ол AdSense-ке тікелей автоматты түрде кіретін болады. Мінекей біріншісіне начать басамыз. Мына жақта барлық ережемен таныстым деген сияқты, астында я принимаю условия партнерской программы YouTube дегенді басамыз. Принять условия. Біріншісі выполнение деп шығады. Менде дереу екіншісі де кетіп жатқан болуы мүмкін. Себебі менде осы браузерде Google AdSense тіркеліп тұр. Не начато деп тұр. Яғни мен сізге қазір көрсететін боламын. Начать басамыз. Екінші шагта у меня нет аккаунта AdSense деп кірген соң, сізге страна проживания Казахстан және ваш сайт деп тұрады. Ваш сайт ол жерде автоматты түрде сіздің YouTube каналыңызға сайты беріліп тұрады. Астында көк жазу отправить дегенді басатын боласыз. Және ана жерде реклама сіздің почтаңызға келіп тұрсын ба деген кезде нет дегенді басу керек болады. Және одан кейін өткен соң отправить немесе ана жақта принять связьді басқан соң, осындай Google AdSense-те индекс, область, город осының барлығын жазу керек болады. Тип физический лицо деп таңдайсыз. Және Қазақстан автоматты түрде таңдалады. Және бұл жерде ескере кететін жағдай, индексті жазу керек. Бұл жердегі индекс сіздің үйіңізге жақын почтаның индексін жазу керек. Бұл жерде сіздің қалаңыздың ортақ индексін жазып жібермеңіз, себебі ол сортировочный центрге барып түседі. Одан кейін сіздің үйіңіздің қасындағы почтаға бармай қалуы мүмкін. Егер де осылай қаланың ішіндегі ортақ индексі жазып жіберетін болсаңыз, сіз сол ең главный, жаңағы ең негізгі почтовый отделениеге бару керек боласыз. Сіз бұл жерде индекс, мысалы Ақтау қаласында бізде 13000 болатын болса, бұл жерде сіз мысалы Тугис деген карта бар. Тугис деген картамен өзіңіздің үйіңіздің қасындағы почтовый отделениені біле аласыз. Тугиске кіріп почтовый отделение деп жазатын болсаңыз, барлық почтаның списогін көкпен белгілеп шығады. Сол кезде сіздің үйіңіздің қасындағы почтаны жазу керексіз, таңдау керексіз. Сол кезде таңдап кірген соң, сол жақта индексі жазылып тұрады. Почтаның сыртындағы біреу суретке түсіріп, сол жаққа салып қойған болады, немесе отзыв жазып. Сол жерден индексті біле аласыз. Үйде отырып ақ, сол Тугис программасы арқылы. Сол индексті жазамыз. Мысалға, қазір кезде үйіме жақын, мінекей 13-03, және область, город барлығын орыс тілінде жазу керек болады. Барлық кейбір эксперттер айтады, бұл жерде барлығын ағылшынша жазу керек деген сияқты. Ол ағылшынша жазу керек нәрсе, ол налоговый форма, мінекей форма с налоговой информацией. Ол уақыт өте кейін монетизация қосып болғаннан кейін толтыра бересіз. Оның барлығын ағылшынша жазу керек болады. Ал мына жердегі Google AdSense-тің ішіндегі теру, бұл жердегі жазу барлығы сіздің үйіңізге пин-код келу үшін. Яғни Қазақстан деп көрді ма, страна, регион,
сол Қазақстан деп көрген соң Америкадан Қазақстанға тікелей жіберіледі. Біздің елдегі сортировочный центрге барып түседі. Одан кейін мына область, город барлығын біздің почтальондар көріп, оқып, солай жіберетін болады. Мысалға, оның барлығын біздің почтальондар түсіну керек. Яғни область Мангистауская, город Ақтау мысалы. Первый строкаға үйіңіздің адресін толық жазасыз. Қандай микрорайон болса микрорайон, және дом осындай, және квартира осындай деген сияқты. Және бұл жерде егер де сіз село, яғни ауылдық жерде тұратын болсаңыз, область деген жерде атауы тұра береді. Ал село болатын болса, мысалға город Ақтау емес, город бұл жерде прям осы жерге село, мысалға біздің Маңғыстау облысында село Шетпе деген бар. Шетпе деген қала, село мысалға Қызылтөбе дейтін болсақ, осылай жазасыз. Және первый строкаға, бұл жерде село кетті ғой, первый строкаға қандай район екен жазасыз. Мысалға Мұнайлинский район деген сияқты. Мұнайлинский район. Және второй строкаға сол жердегі үйіңіздің адресін жазасыз. Улица Тамдыөзек деп жазсақ, Тамдыөзек дом 32 деп қойсақ мысалы. Егер де сізде ауылдық аймақ болатын болса, осылай жазасыз. Және сіздің селоңыздағы көп жағдайда селоларда бірақ индекс болады, бірақ почтовый отделение болады. Соның отделениенің индексін білу керексіз. Осылай толтырасыз. Егер де қала болатын болса, город Ақтау, одан кейін мына жақта сразу микрорайон, 30-ші микрорайон, дом осындай, квартира 65 деген сияқты солай жазасыз. Немесе улица Кажымұқана деген сияқты, дом 35 деген сияқты солай осы жерге жазып қоясыз. Және второй строканы пустой қалдырсаңыз болады. Первый строкаға мына жақта толық симай қалатын болса, второй строкаға жазуға болады. Имя мына жақта удостоверениенің артындағы міндетті түрде ағылшынша жазу керек. Бұл өйткені сізден дополнительно осы AdSense-те сіздің удостоверениеңізді сұрап қалуы мүмкін. Ол 50-50, кейбіреулерінен сұрайды, кейбіреулерінен сұрауы мүмкін. Бірінші атыңыз жазылады, одан кейін фамилияңыз. Дәл осылай ең астына түскеннен кейін отправить деген басасыз, одан кейін переадресация в YouTube болады. Содан кейін екінші шаг, у меня есть аккаунт AdSense, продолжить. Және мен өзіме керекті Google AdSense-імді таңдайтын боламын. Google AdSense-ке мына жақта барлық данныйлар кіреді. Ваш аккаунт издатель Google. Менде қазір мына жақта барлығы дайын тұр. Осы Google AdSense у меня нет аккаунта деп кірген кезде қай жерде қалай толтыру керектігін барлығын қазір көрсететін боламын. Ең соңында мінеки принять связь дегенді басасыз. Переадресация. Екінші шаг қазір загрузка болып жатыр. Бұл жерде мінеки выполнение деп шықты. Google AdSense. Егер де сізде Google AdSense жаңадан ашып жатқан болса, оған шамамен 12 сағат уақыт кетеді. Сіздің AdSense-іңізді тексереді. Егер сіздің атыңызда AdSense болатын болса, сіздің атыңызда Google AdSense бар екен, екіншісін аша алмаймыз деген сияқты сондай ошибкада келуі мүмкін. Сондай жағдайда маған осында жүгінсеңіз болады, комментарий жазып, мен сіздерге көмектесе алатын боламын ақылы түрде. Және де міне шаг үшінші, бұл жақта екі шагты өткен соң автоматты түрде выполняйся деп шығады, және бұған шамамен 2-3 күн уақыт кетеді сіздің видеоларыңызға байланысты. Мысалы, сізде 10 видеоға дейін каналыңызда видео болса, 10 шақты видео болса, ол сол 1-2 күнде тексереді. Ал егер де сіздің каналыңызда 100 шақты видео болатын болса, ол кезде 4-5 күн немесе 1 аптаға кетуі мүмкін. Мына жақта тіпті жазылып тұр, занимает около месяца деп тұр. Осы 3 шақты өтіп болған соң, егер видеоларыңыздың барлығында нарушение жоқ болып, барлығы өзіңіздің авторский видеоларыңыз болатын болса, еш қандай қиындықсыз сіздің каналыңызға монетизация қосылатын болады. Достар, егер осы видео сіздерге пайдалы болса, лайк басуды және арнаға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.